Кімде-кім Аллахқа, пайғамбарларға, періштелерге, Жибрилға және Микалға кәпір болса дейді. Періштелерге дегеннен кейін Жибрил мен Микалдың не қатысы бар десе, олар періштелердің ішінде ерекше болған періштелер. Біреуі адамдардың жүректерінің тірілігіне себеп болатын періште болса, екіншісі адамдардың денелері тіршіліктерінің тірі болғанына себеп болған періште. Олардың қасиеті ерекше болғандықтан Аллах періштелерге және Жибрилге дейді. Түсінікті ма? Кәпір болғандар деп айтады. Содан мына жерде жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарып, кейін сабыр етуде амал ғой. Солай ма? Біреулерді сабырға шақыруда амал ғой. Ол мынадан да маңыздырақ болғандықтан оны келтіріп жатыр ақырында. Себебі амал көп адамдардың қолынан келуі мүмкін. Ар жағындағы жақсылық қылу, одан азырақ, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтару, одан азырақ адамдардың қолынан келеді. Сабырлыққа келген уақытымызда өте аз адамдар қалады. Ол ақырыды. Басына келсең, алхамдулилля, иляха иллалла, Мұхаммад Расулулла, барлығымыз мұсылманбыз, намаз оқимыз ғой деп жүргендер көп ондай. Шыныменен сол ғой, біз солаймыз ғой деген нәрсеге амал қылып атқандарды көрсең, жай сараланып қалады былай. Босап қалады жайлары былай. Солай ма жоқ па? Біреу шығып кеткен сияқты. Солай ма? Кейбіреулер иман, ислам деген сөзді, анау біреулерді көресің ғой, жүгіріп пойызға жүктерін өткізіп құтылып қалады ғой біреулер. Тура сол сияқты. Солай ма жоқ па? Жүгіріп өткізіп жіберді болды. Менен кеткенше, иесіне жеткенше дейді ғой біреулер. Иман, исламын осылай қабылдайды. Аллаху акбар. Сен үшін иман соншалық тегін немесе былай тегін емес, бағасыз десек, кейбір нәрселер бар тегін, бірақ бағалы. Солай ма? Кейбір нәрселер тегін ғой, бірақ бағалы. Сондай нәрселер бар, ақшаға тұру мүмкін, бірақ бағасы жоқ оның, бір тиын қымбат. Сонда иман үшін, ислам үшін болған мәмілең сондай дәрежеде ме? Сен оны тексеріп көр қалай екен. Иман келтірдім, имандамын, исламдамын деп амалың қалай болып жатыр. Кейін ар жағына өтсең, насихат қылған адамдарды көрсең, ол азырақ. Егер дұрыс болса насихаты, ол да бір бәле. Түсінікті ма? Себебі қанша адамдар бар, жақсылыққа бұйырып, өзі жамандыққа бұйырып қойғанын білмейді. Жамандықтан қайтарып жатырмын деп ойлап, өзі жақсылықтан тосып қойғанын, қайтарып қойғанын білмей қалады. Қанша ондай адамдар. Біріншіден оны біліп алу керек төбедегі иманменен. Содан кейін амал келеді. Одан кейін мынау жеміссіз теретін уақытың қашан? Сабыр қылуменен. Солардың бәрін істеп ақырында сабыр қылмасаң, тура бәр нәрсені егіп, жеткізіп, құстарға жем қылған адам сияқты. Немесе малдарға жеміс қылған сияқты бағанаға жерін. Солай ма жоқ па? Жемісін теретін уақытта енді сабыр қылу керек болады. Содан кейін сен сол уақытта лафи хуср, адам баласы зиянда деген бәледен сонда ғана бейнилlah құтыласың.